Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып білім алушы оқушылары? Мен Батыс Қазақстан Бөрлі ауданы Ақсай қаласының номер 3-ші жалпы орта білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Байсенова Жадыра Зейденқызы. Бүгінгі сабақ тақырыбымыз жыл мезгілдері. Мақсаты: жердің орбиталық айналуының салдарын түсіндіру, жыл мезгілдерін сипаттау, алынған нәтиже оқушы таңдаған формада ұсыну. Жыл мезгілдері. Жыл бойы ауа райы бір қалыпта тұрмайды. Маусымдық кезеңдерге бөлініп өзгеріп отырады. Бұл кезеңдерді жыл мезгілдері деп атайды. Маусымдық өзгерістер барлық тірі ағзалардың тіршілігіне әсер етеді. Ол күн жарығының мөлшеріне, оның жер бетін тарауына байланысты болады. Жыл мезгілдері өзгеруі тіршілік үшін маңызды құбылыстар. Олар бірін-бірі алмастырып, ауысып өзгеріп отырады. Жыл мезгілінің ауысуы күннің түсуіне тікелей байланысты. Жердің бойымен айналуына және жердің енгіш орналасуына байланысты әртүрлі жартышарларда жыл мезгілдерінің ұзақтығы да әртүрлі. Мысалы, солтүстік жартышарда жаз 93 тәулік, күз 90 тәулік, қыс 89 тәулік, күз 93 тәулік болса, ал оңтүстікте жаз 89 тәулік, күз 93 тәулікке, қыс 93 тәулікке, көктем 90 тәулікке созылады. Балалар, сіздер ары қарай толық түсіну үшін мен сіздерге бейне материалды жолдап отырмын. Жердің күнді айналып қозғалуы, жыл мезгілдерінің ауысуы. Күн жүйесіне кіретін барлық денелер күнді айнала қозғалады. Жер де күнді айналады. Жердің күн төңірегіндегі басып өтетін жолы жер орбитасы деп аталады. Жердің күнді толық бір рет айналып шығуына кеткен уақыт жыл деп аталады. Бір жылда 365 күн бар. Жердің өз білігінен айналуынан күн мен түн ауысса, күнді айналуының нәтижесінде жыл мезгілдері ауысады. Жерге күннің келетін жылу мөлшері оған күн сәулесінің түсу бұрышына байланысты өзгереді. Қыста күн көкжиектен онша биік көтерілмейтіндіктен, оның сәулесі жер бетіне көлбей түседі. Сөйтіп жер аз жылынады. Жазда күн көкжиектен биікте тұрады. Күн сәулесі жер бетіне тігінен мол түседі, көбірек жылытады. Күн сәулесі түсу бұрышының бұлай өзгеруі жер білігінің орналасуына тікелей байланысты. Егер жер күнге солтүстік полюс жағымен қарап орналасса, бұл кезде күн сәулесі солтүстік жарты шарға көп түседі. Ол жақта жаз. Ал күн сәулесі көлбей және аз түсетін оңтүстік жарты шарда қыс. Ал жер күнге оңтүстік полюс жағын қаратып орналасса, бұл жағдайда оңтүстік жарты шарда жаз, солтүстік жарты шарда қыс. Егер жер күнге қырын орналасса, күн сәулесі солтүстік және оңтүстік жарты шарға бірдей бөлініп таралады. Екі жарты шардың бірінде көктем, екіншісінде күз болады. Балалар, сендер білесіңдер ме? Жер тәрізді Марс қызыл жұлдыз өз орбитасына көлбей орналасқан. Алайда онда маусымдық өзгерістер байқалмайды. Дегенмен бұл ғаламшарда қыс болады. Қыс түскенде оның қысқы жартышарында көмір қышқыл газы қатып, құрғақ қар төмпешіктері пайда болады.
Газды алып ғаламшарлардың күн айналып шығу уақыты өте ұзақ болғандықтан жыл мезгілдерін бақылау мүмкін емес. Бірақ Нептунда 40 жылға созылатын атмосфералық боран маусымы болатыны белгілі. Балалар, енді мен сіздерге адамзат тарихында жыл мезгілдері әртүрлі болып отырған, мысалы, Үнді елінде муссон желінің соғуына байланысты жыл 2 кезеңге бөлінеді. Ал Африка тайпалары жауын шашынның болуына байланысты ыстық, құрғақ, жауынды деп бөлген екен. Енді біздерде қазақ елінде жыл мезгілдері 4 кезеңге бөлінеді. Жаз, жайлау, қыс, қыстау, көктем, көктеу, күз, күзеу. Күн мен түннің ұзаруы ауа температурасының күннің жерді жылуына қарай өз шаруашылығына ыңғайлап отырған. Балдар, жаздың бір күні қыстың 1000 күнін асырайды деген мақалды қалай түсінесіздер? Иә, дұрыс айтасыздар. Яғни жазда мол еңбек етсеңіздер, күзде, қыста оның жемісін жейсіздер. Яғни жазда адамдар егіншілікпен, көкөніс өсіру, жеміс-жидек өсірумен айналысады. Олардан шыққан өнімдерді теріп, қысқыға азық ретінде жинайды. Сіздер білетіндей, аналарыңыз тосап қайнатады. Әртүрлі жемістерден тосаптар қайнатып, қысқыға жинайды. Ал ауыл шаруашылығы мал азығын жинайды, өздеріңіз көріп тұрғандай. Және де егін егіп, оны жинау науқаны басталады. Енді сіздерге балалар 57-ші бетте тапсырма бар, жұмыс дәптерлеріңізде. Ауыл шаруашылығы жұмыстары мен жыл мезгілдерін бағыттама арқылы сәйкестендір. Яғни бұл тапсырмада қыс, көктем, жаз, күз. Осы 4 мезгілге байланысты жер жырту, мақта теру, тұқым себу, мал төлдеу, қар тоқтату, шөп шабу, қой қырқу сияқты тапсырмалар берілген. Осы тапсырмаларды әр мезгілге байланысты сәйкестендіріп орындайсыздар. Және де балалар, көктем, қыс, жаз уақытында басқа да қандай жұмыстар жүргізілетін жазуларыңызға болады толықтырып. Үй тапсырмасы. Жыл мезгілдерінің ауысуына байланысты жануарлар мен өсімдіктер тіршілігі қалай өзгеретін жөнінде қысқаша мәлімет жазасыздар. Яғни, құстар немесе жануарлар қыс мезгілі уақытында не істейді, жаз мезгілі уақытында не істейді. Соны толық мәлімет етіп жазуларыңыз керек. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.